әкемнің жасы 32-де болды. Сұрақ: неше жылдан кейін менің жасым әкемнен 2 есе кішкентай болады? Мен туылғанда әкемнің жасы 32-де болды. Сұрақ: неше жылдан кейін менің жасым әкемнен 2 есе кішкентай болады? Значит, ана бала туылды, әкесі 32-де болды сол кезде. Иә. Енді қанша жылдан кейін әкесі мен баласының арасында 2 есе үлкен болды деп тұр. Егер де екеуінің арасы 32 жыл болатын болса, то баласы 32-ге толған кезде әкесі 64-те болса, арақашықтығы 2 есе болды. 2 есе болды, тура. Жауап 32 болды. 32. Жақсы балалар. Барыңызға сәлем. Сіздерге сұрақ. Сәуір айының күнгі уақыты түнгі уақытынан 40 минутқа ұзақ болса, түнгі уақыты неше сағатқа созылады? Барыңыз. Сонда сәуір айының түнгі уақыты күнгі уақытынан 40 минутқа ұзақ болса, оны 2-ге бөлеміз біз 12 сағат болса, оған 20-ны қосамыз, анадан керісінше 12 сағат алып тастаймыз. Сонда біз сағатта 11-де 40 минут болады, 12-де 20 минут болады. Жауабы? 11-де 40, 12-де 20. Жақсы.